Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен жасалу жолы өте оңай, кеселі құймақтардың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге таза құрғақ ыдысымызға жұмыртқа, қант, тұз салып, миксермен жақсылап араластыратын боламыз. Жұмыртқалы массамыз ағарғанша, қант ерігенше шайқайтын боламыз. Енді бізге салқын сүтімізді қосамыз. Келесі кезекте айран. Енді ұнымызды електен өткізіп қосатын боламыз. Ұнды мен бірнеше бөлікке бөліп салатын боламын. Керекті масса дайын болуы үшін. Біздегі масса дайын болды. Видеода көріп тұрғандай осындай массада болу қажет. Енді бір ас қасық сода және қайнап тұрған ыстық су құятын боламыз. Мұнда содамен, ас содасы мен қайнаған су реакцияға түсетін болады. Біз ең соңында сұйық майды құятын боламыз. Оны миксердің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Бұл сұйық майдың соңында қосылу себебі құймақтарымыздың табаға жабысып қалмауы үшін. Біздегі масса дайын болды. Енді табамызды қыздырып аламыз. Құймақтарымызды екінші бетін пісіріп алатын боламыз. Міне осылайша барлық құймақтарымызды пісіріп алатын боламыз. Екі жағын қызартып, біздегі құймақтарымыз дайын болды. Енді келесі құймағымызды пісіреміз. Бұл құймақтардың ерекшелігі айран қосылып жасалады. Сол себепті кестелі әрі жұмсақ болып шығады. Егер де сіздерге рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.